Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы самсаның жасалу жолының барлық құпиясымен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға 250 грамм жылы су құямыз және оның үстінен 1 шай қасық тұз қосып, тұз ерігенше кішкене араластырып алдым. Және оның үстіне иеліктен өтіп дайын тұрған ұнымды қосып, қолымның көмегімен жұмсақтау қамыр илейтін боламын. Біздің илеп жатқан қамырымыз тым қатты болып қалмау керек. Егер қатты болып қалса, біздің жасап жатқан самсамыз қатпарлы болмай қалады. Илеп болғаннан соң бетін жауып, иі қану үшін 15 минутқа қоя тұрамын. Және одан соң 2 бөлікке бөліп, 2 бөлігін де жақсылап бөлек-бөлек илеп алып, бетін жауып 15-20 минутқа тағы қалдырамын. Қамырды осылай 2-3 илеп иі қанғанша қоятын болсаңыздар, бізге қамырмен жұмыс жасау оңай болады. Қамырым тұра келіп, беті жылтырап, осындай тығыздықта дайын болды. Үстелдің үстіне ұн себе отырып, қамырды үлкейтіп жайып шығатын боламын. Ең алдымен қолмен жайып, осылай үлкейтіп алдым. Одан соң оқтаудың көмегімен қамырды одан әрі қарай жайып дайындап алдым. Менде осындай үлкендіктегі қамыр дайын болды. Қатты қалың емес, жұқа да емес, орташа қалыңдықта жайып шықтым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осындай қалыңдықта шықты. Дайын болған қамырды орап қоя тұрамын да келесі қамырды жая бастаймын. Екінші қамырды да дәл осы ретпен жайып дайындап алдым. Және арасына жағатын сары майын дайындап аламыз. Оттың астын баяу қойып, сары майды ертіп алдым. Баяу отта майды 10 минут қайнатып алатын болсақ, бойындағы артық сулары кететін болады. Еріген майды суытып, жайылған қамырдың үстінен бір келкетіп жағып шықтым. Осы орайда майлылығы 72%-дан жоғары майды пайдаланғанымыз дұрыс. Майды жағып болған соң міндетті түрде 10-15 минутқа осы күйінде қалдыру керек. Маймыз кішкене қата бастаған кезде екінші қамырды үстінен жаямыз. Егер майды қатырмай сол күйінде орай салатын болсаңыздар, жаю барысында майы сыртқа шығып, өздеріңізге қиындық туғызатын болады. Сонымен қатар самсаңыздың арасы қатпар болып шықпай қалады. Майы қатқаннан соң екінші қамырды үстінен жайып, оның үстінен де сары майды жағып, сары майымыз кепкеннен кейін барып, осылай рулет секілді орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Қамырды осы күйінде морозильникке сақтасаңыздар да болады. Асығыс жағдайда немесе үйге қонақ келіп қалған жағдайда осындай дайын қамырды алып пайдалансақ, өте өзімізге ыңғайлы болады. Мен бұл қамырды морозильникке жарты сағат уақытқа сала тұрдым. Ал егер сіздер тоңазытқыштың өзіне салатын болсаңыздар, 1 сағат уақыт салу керек болады. Қамырым осылай сәл қата бастаған екен, ішіндегі майы да сыртына еріп кетпей өте әдемі болып тұр. Енді өзімнің жасайтын самсамның көлеміне қарай қамырларды кесіп дайындап алатын боламын. Барлығын дерлік мен көз мөлшермен осылай бөліп шықтым. Егер сіздерде таразы болатын болса, таразының көмегімен де бір келкетіп барлығын бөлуге болады. Міне менде осындай бөліктер шықты. Енді осы қамырларды жайып, өзіміз қалаған формада самсаларымызды түйіп жасай берсек болады. Менде осындай өте әдемі қатпарлы самсалар дайын болып шықты. Достар, егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.